3 адамға жәннатты уәде етемін, егер маған олар осы 3 нәрсеге уәде берсе дейді. Кім маған өзіндікі дұрыс бола дауды бірінші тастаған адамға мен оған жәннаттың етегінен уәде етемін, төмен жағынан уәде етемін жәннаттың үйді дейді. Қараңызшы. Ол әйеліңізбен болсын, ол туған бауырыңызбен болсын, ол көршіңізбен болсын, ол жұмыстағы кісімен болсын, досыңыздың арасында болса да даудамай, өзіңіздікі дұрыс екен біліп тұрсыз, сонда не істейсіз? Жарайды болды деп қоясыңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, сол кезде жәннаттан бір үйді, төмен жағына бір үйді ұтып аласың дейді. Екіншісі, кім әзіл болса да өтірік сөзді тастаса дейді. Әзіл болса да, шүтка болса да өтірікті тастаған адамға жәннаттың ортасынан үй өтетім дейді. Білмеймін, бір аузыңа бір әзіл, өтірік аралас, әзіл кеп қала береді де, бір жерде отырасың да, бір дастарханда бір өтірік аралас, айтып бере бересің де, бір әдетің. Бірақ сол әзіл болса да өтірікті аузыңнан шығармай жұтып жіберсең, Пайғамбар саллаллаху алейхи жәннаттың ортасынан үй өтеді. Үшінші адам жәннаттың ең жоғарғысынан сондай бір адамға үйді мен уәде етемін дейді. Кімнің мінезі көркем болса дейді.